Бүгін облыс әкімдігінде жастарды жұмыспен қамту мәселесі талқыланды. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаевтың төрағалығымен биыл бірінші рет жастар іс жөніндегі кеңестің отырысы өтті. Жастар мәселесіне қатысты қоғамда қордаланған сұрақтар кеңінен айтылды. Толығырақ тілшіміз Әнуарбек Мұрзатайұлы баяндайды. Жастар мәселесі күн тәртібіндегі өзекті проблемалардың бірі. Сондықтан оған мейлінше көңіл бөлу, жастарды тәрбиелеу қажет. Бүгінгі жиын барысында облыс әкімі жас буынды жұмыспен қамту мәселесін көтерді. Ал жауапты мекеме басшыларының мәлімдеуінше, соңғы жылдары жастар арасындағы жұмыстық проблемасын жоюға бірінші кезекте мән беріліп келеді. Жұмыспен қамтамасыз ету шараларымен 19.262 адам жұмыспен қамту жоспарланды. Соның ішінде 6549 жастар, немесе 34%. Ағымды жылдың бірінші шілдесінде жоспардың орындалуы 56,6% құрап отыр. Ол 10.897 адам жұмысқа тартылды. Соның ішінде 47% ол жастар. Жиын барысында жоғары оқу орындары мен атамекен қоғамдық бірлестігінің жетекшілері де баяндама жастап, жастарды диплом алғаннан кейін жұмысқа орналастыру жоспарларын айтты. Соның ішінде бүкіл елімізге үлгі болған Гүлдене бер туған ел марафоны аясында 5000 жасты еңбекке тарту жобасы жолға қойылғаны белгілі болды. Алайда облыс әкімі студенттер мен жұмыссыз жастардың мәселесі жыл бойы күн тәртібінен түспеу керек деп тапсырды. Бірінші міндетіміз жастарды толығымен жұмыспен қамтамасыз ету. Екінші, өңірдегі жүріп отқан барлық қоғамдық жұмыстарға сол жастарды қатыстыру. Келер жылы Астанада өтетін экспо көрмесіне біздің облыстан 150-ге жуық ерікті бармақ. Жиын соңында облыс әкімі жастарды спорттық және мәдени шараларға қатыстыру, қоғамның белсенді мүшесі етіп тәрбиелеу ең маңызды іс деп атап өтті. Әнуарбек Мұрзатайұлы, Мержан Аманжолов, Қазақстан Ақтөбе.